Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы, Жаңақоныс көшесі 27/2 үй тұрғыны қуаты Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Электроника, ішкі істер органдары. Біз екеуі келе жатыр. Электроника осылай электроникамен келе жатыр. Жаңағыдай сайт арқылы келе жатыр жұмыс істегендері. Сосын ішкі істер органдары келе жатыр жұмыс істегендері. Сондай мен мысалы электроника, ішкі істер екеуінде жұмыс етіп қарау керек. Сөйтіп қарау керек оларды. Ішкі істер органдарында ол баяғыдан сол команда беріп жүрген ол ер қыз әйел адамдар, олар не қылады? Солай орын бергісі келмей, жұмыс істеткісі келмей сөйтіп жүр. На самом деле олар жұмыс істеу керек. Олардың офистері бар жұмыс істейтін. Электроникада тоже солай. Олардың жұмыс істейтін орындары бар. Ол ер қыз әйел адамдар. Олар сол істеу керек. Мен сол айтайын. Сондай қарау керек. Әйтпесе ол дейтін электроника келе жатыр, жаңағыдай сайт арқылы былай деп видео обращениемен осындай болды, не болды деп. Олар осындай жұмыс точно болды ма, болмады ма, сондай жалған ба, өтірік па деген сияқты ақпараттар содан хабар болу керек. Не сол электроникадан сөйтіп қарау керек. Ол дейтін ішкі істер органдарында сөйтіп қарау керек. Ішкі істер органдарына барған кезде олар дейтін сыпайы сөйлесіп қабылдап алу керек, личный әңгімені қабылдап. Просто мен баруыма болады, просто жаңағыдай бір түрлі болды да, бір сол мекемеде отырған соларға как будто бір жалынышты сияқты, сондай сияқты қарайсың да, өзің бір түрлі намысқа келеді да. Содан кейін мен электроникадан айттым, өйтіп электроникаға шыққаннан кейін сөйтіп айттым. Болмаса мен барып офистеріне барып сөйтіп жіберуіме де болады. Просто офисінде жаңағыдай өздеріңіз білесіздер, жаңағыдай түсінбейтін ол ер қыз әйел адамдар. Дені сау емес. Бұл жерде сол олар дейтін істеу керек. Сол барып айтуыма да болады. Просто намыс жаңағыдай электроникаға шыққаннан кейін электрониканы айта берейін едім. Оған барған кезде тағы өзіңді не бұрап қылып, өзіңді ұстап кете ма деген сияқты, тұрып қаласың ба деген сияқты. Сондай болған бұл жерде. Бұл сол жұмыс істеулері дейтін, олар дейтін ішкі істер органдарына барғанда сыпайы келдің ба деп, сыпайы келіп арыз шағымдарын қабылдап алу керек. Прокуратура, сот, еңбек қатынастары сыпайы сөйлесіп қабылдап алып, ары қарай өздері жұмыс істеу керек. Солай болу керек қой үкімет. Оларға барсам жаңағыдай енді просто жаңағыдай баруға да болатын еді, өзім просто намысқа келді да, бір қайта бір офисіне барып, өткенде де прокуратураға бардық. Мына елде жұмыс істеп жүрген кезде, мемлекеттік органда қызметте жүрген кезде, олар дейтін мені қызметтен алып тастады, 2 жылға ма жаңағыдай соттар өзінше шет, жаңағыдай соттар қабылдап 1-2 жылға сотқа мемлекеттік органға кіргізе алмайтын қылып тастаған. Бұл жерде сол мемлекет басшылары ол ер қыз әйел адамдар дені сау емес. Бұл жерде аяқтан шалып тұр. Президент, премьер-министр, генерал, подполковник, полковник, генерал, әскерлер, бұл жерде сержанттар бұл жерде аяқтан шалып тұр. Соларды сөйтіп қарау керек. Олар дейтін мемлекеттен қайтып келеді бір жерден, олар бір жерден қайтып келіп жатыр. Бұл жерде сол болмаса жаңағыдай барып не қылуыма болады. Сыпайы сөйлесіп бар ана документтерін істетіп беріп, ол әкеліп береді.
просто жаңағыдай бұл жерге барған кезде қайта кешегіден мұнайлыға бардық. Осыны жаңағы мұнайлыда прокуратураға, қаладағы прокуратураға барған кезде біздерге ешқандай шешім қабылдамай, қайта мені наоборот жұмыста 1-2 жылдыққа жұмысқа кіргізіп, мемлекеттік органға кіргізе алмайтын, мемлекеттік қызметке кіргізе алмайтын қылып тастаған. Бұл жерде сол соттар сол кітаптарды ұрлап, сол жерде менен аяқтан жауып, мемлекеттік органға кірмейсің деп сондай қылып жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Бұл жерде сол қала, ауыл, облыс, Астана, бұл жерде столицалар, бұл жерде сондай болып тұр. Мемлекеттер бұл жерде істеу керек. Олар жаңағыдай не деуге болады да, олар мені аяқтан шалып тұр. На самом деле олар жұмыс істеу керек. Сондай болу керек. Просто одан барғаннан кейін мен не прап қылып жіберемін жаңағы ішкі істер органдарға барған кезде, бұлардың системалары басқа. Бұл тұрғызып қоя ма мені? Бұлар тұрғызып қоймай, міне болды ма, ақшасын, ақпарат дұрыс болған болса, ақшасын аударып жіберу керек болды. Еш әңгімесіз болды. Заң нарушение істеп тұр бұл жерде. Нарушение істемесе ешкім оны ұстамайды ғой. Бұл жерде сол айтайын дегенім. Солай жұмыс жасау керек. Сам билетімен солай болады. Олар дейтін жаңағындай отырып алып, ана жерде жаңағындай тіс қайрап жүрген ұл ер қыз әйел адамдар. Кешегіде содан кейін мен прокуратураға да барған жоқпын. Болмаса мен баруыма болатын. Кешегіде мен не бір қылып мемлекеттік органға 1-2 жылға ұрып жіберген соттардың шешімімен. Ол ары қарай бара берсін, түрмеге қадамай қама жіберетін ұл ер қыз әйел адамдар. Олар дейтін сол мемлекеттік органда жұмыс жасап алып, сол бер жағындағылар, сол жерге тіс қайрап жүрген ұл ер қыз әйел адамдар, қылмыскерлер, полициялар және тағы басқа ұл ер қыз әйел адамдар дені сау емес. Бұл жерде сол. Мен сол айтайын дегенім. Солай қарау керек. Сендермен бірге болған Хиуа ханы Бауыржан Биік Бауыржан табындыру жоғарыдағы. Түркістан Арыстанба Бауыржан Биік Бауыржан ұл ер адам табындыру жоғарыдағы. Ақтөбе Каган Бауыржан Биік Бауыржан табындыру жоғарыдағы. Перғауын патша Бауыржан Биік Бауыржан табындыру жоғарыдағы. Жебрейіл Аллах Құдай, Аллах екі Құдай, Даджал Кабір Құдай, төртінші Аллах Құдай, Арес Чичирик Небак Зебс Биік Құдай, аты жөні ұлты Бауыржан Биік Бауыржан табындыру жоғарыдағы. Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданының Қуат атасы туылған жері. Қоңырат город Дәуіт табын Шөбісті Қарақойлы Лабақыру Батыр ұлы ер адам мазары Қоңырат әкесі туылған жері Бауыржан Биік Бауыржанның. Кунград город микрорайон дом 118 улица Кара деп былай айта тұрамыз. Каракалпакстан бір подъезд 2 этаж 20 квартира үй Бауыржан Биік Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан Биік Бауыржан табындыру жоғарыдағы.